Шетел тілдері педагогикалық колледжі. Менің аты-жөнім Айнақұлов Дәурен Жұмабайұлы, жалпы қоғамдық пәндер оқытушысы. Менеджмент негіздері. Сабақтың тақырыбы. Педагогикалық менеджмент. Сабақтың мақсаты менеджменттің түрлі салаларының болатындығын, соның ішінде педагогикалық менеджментті кеңінен түсіндіру, оның ішіндегі мақсаттар, міндеттер, қызметтер, құрылымдар, қағидалар, ұстанымдарды барынша жеткізу, оқу басқару жүйесінің, яғни менеджменттің басқарудағы ерекшеліктер мен өзгешеліктерінің мәнін ашып беру. Сабақтың міндеті тақырыпты, сабақты жоғары деңгейде түсіндіру, терминология мәнін ашу, жүйе құрылымын сақтап сатылы түсіндіру, көрнекілік құралдары арқылы білімдері мен біліктіліктерін арттыру, басқарушылық, адамгершілік, мәдени, этикалық және еңбекке баулуға тәрбие беруге ұмтылу. Менеджмент негіздері. Педагогикалық менеджмент. Күнделікті тұрмыста менеджмент сөзі белгілі бір ұйымдағы барлық адамдардың қызметіне басшылық етумен шұғылданып, өз мақсатына жетуді білдіреді. Ағылшын тіліндегі Оксфорд сөздігінде бұл ұғымға мынадай түсінік беріледі. Адамдармен қарым-қатынас жасау әдісі, үлгісі. Билік және басқару өнері, шеберліктің ерекше түрі және әкімшілік дағды. Басқару органы, әкімшілік бөлігі. Симоновтың анықтамасы бойынша, педагогикалық менеджмент дегеніміз кешенді әдістердің, ұстанымдардың, ұйымдастыру формалары мен технологияларды педагогикалық жүйеде тиімді әрі дамытуға бағытталған басқару. Оқулығы. Педагогический менеджмент. Түрлі жылдарда шыққан, толықтырылған. Педагогикалық менеджмент білім беру жүйесіндегі оқу-тәрбиелік, оқу-танымдық және өздігінен білім алу процесін тиімді басқарудың теориясы, әдістемесі мен технологиясы. Хоруженко, Куперина педагогикалық менеджмент оқу-тәрбие, оқу-таным үрдісінің және білім берудің бүкіл жүйесінің тиімділігін арттыруға бағытталған, оларды басқарудың принциптері, әдістері, ұйымдастыру нысандары мен технологиялық тәсілдерінің кешені. Садвақасова анықтамасы. Педагогикалық менеджмент бұл басқарудың ғылыми негізі экономикалық жағдайда адами ресурстардың аз шығындалып көп пайда табуын ұйымдастыру. Білім беру үдерісі үшке бөлінеді. Соның біріншісі оқу-тәрбие үдерісі, екіншісі оқу-танымдық үдерісі және соңғы үшіншісі өз білімін жетілдіру үдерісі. Менеджмент және колледждік басқару. Жобалау, менеджмент, басқару, басқару жүйесінің элементтері, басқару құрылымы, басқару қағидалары, ғылыми әдістемелік жұмысты басқару және қағидалық міндеттері. Оқу-танымдық үдерісі менеджерінің еңбегінің нәтижесі, оқушылардың білім алу, тәрбиелену және даму дәрежесі болып табылады. Тәжірибе көрсеткендей, орта білім беру мекемелерінде білім беруді басқарудың төмен болу себебі жүйеге немқұрайлықпен қарау. Ол осы жүйедегі бір-бірімен байланысты субъектілердің арасында қарама-қайшылық туғызады. Соның нәтижесінде субъекті және объекті болып бөлінеді. Педагогикалық менеджмент тұрғысынан осы орта білім беру мекемелері жетекшілері мен оқытушыларының қызметі оқу-тәрбие, оқу-танымдық үдерісінің менеджері ретінде осы немқұрайлық пен шығармашылық арасындағы қарама-қайшылықты шешу болып табылады. Орта білім беру мекемелеріндегі оқушылардың оқу-танымдық үдерістерін
Оқытушы мен басқару мәселелерін жақсартудың бірден бір шарты олардың жете білушілігі мен оқытушыға лайықты кәсіби шеберліктермен қамтамасыз ету. Менеджмент субъектісі ретінде оқытушының жете білушілігі оның кәсіби атқару қызметтерін орындау даярлығымен, әлеуметтік құруларымен, үйлесімді бірлікте болуымен және оның психологиялық педагогикалық дайындалуымен сипатталады. Мұндағы ең бастысы педагогикалық шеберлік сабақтарын түрлендіре білу. Зерттеулердің негізінде педагогикалық шеберлік түсінігі. Бірінші, мұғалімнің немесе ұстаздың оқу мақсаттарын тәрбиелеудің және олардың диалектикалық, өзара байланысты және бірлікте дамуын шеше білу. Оқушылардың назарын аудару және оқытылатын материалмен қызықтырып алып кету. Үшінші, оқушылардың жас және психологиялық ерекшеліктерін есепке алу, сонымен қатар олардың даму дәрежесін ескеріп, сол негізінде дар және дифференциацияланған күтіммен қамтамасыздандыру. Төртінші, адамгершілікте және демократиялық негізде оқушылармен өзара қарым-қатынас құра білу. Бесінші, ең қиын және оқушылармен күтпеген сұрақ қою кездерінде өзін жоғалтып алмау. Оқыту барысында теория мен тәжірибені біріктіре білу. Өз жұмысында алдыңғы жаңа педагогикалық ғылымдар мен тәжірибелерді сауатты қолдана білу. Еңбек қаруын пайдалана білу сөзбен, сөйлеумен. Сын ойлай білу және айқын белсенді ұстанымы болу. Қиындықтардың алдында ойыннан қалыс қалмау және оқушыларға сөздердің бірлігін, сенімділікті және істі көрсете білу. Өз сабақтарын түрлендіре білу. Педагогикалық жүйенің әлеуметтік педагогикалық жағдайларын жалпы және арнайы жағдайлар деп екіге бөлуге болады. Жалпы жағдайларға әлеуметтік, экономикалық, мәдени, ұлттық, географиялық жағдайлар жатады. Екіншісі, арнайы жағдайларға оқушылардың әлеуметтік, демографиялық құрамы, мектептің туған жері, материалдық мүмкіндіктері, жабдықтар, ол тұрған жердегі қоршаған ортаның тәрбиелік мүмкіндіктері жатады. Педагогикалық үрдістің тиімділігін көрсететін маңызды көрсеткіштер педагогикалық және оқушылар ұжымдарындағы моральдық психологиялық климат, ата-аналар мен оқушылардың педагогикалық деңгейлер болып есептеледі. Педагогикалық жүйенің уақытша сипаттамалары үш өзара байланысты кезеңдермен анықталады. Бастапқы жалпы, бірінші, үшінші сыныптар негізгі, жалпы, төртінші, тоғызыншы сыныптар, орта, жалпы білім беру, 10-шы сыныптар. Жалпы білім берудің әрбір сатысы өзінің ерекше міндеттерін жүзеге асырады, бірақ жалпы мақсатқа оқушы тұлғасын дамытуға бағытталады. Педагогикалық жүйенің құрылымдық элементтері педагогикалық ұжым және оның жетекшілерінің немесе басқарушы жүйенің іс-әрекеті негізінде анықталады. Басқарушы жүйе құрылымы 4 деңгейге бөлінеді. Бірінші деңгей – мектеп директоры, мектеп кеңесі, оқушылар комитеті, қоғамдық ұйымдар жетекшілерінен тұрады. Бұл деңгей мектепті дамытудың стратегиялық бағытын анықтайды. Екінші деңгей – мектеп директорының орынбасары, мектеп психологы, әлеуметтік педагог, қоғамдық пайдалы еңбекті ұйымдастырушы, аға вожатыйлар, мектеп директорының шаруашылық жөніндегі көмекшісі, өзін-өзі басқаруға қатысатын органдар мен бірлестіктер. Үшінші деңгей – мұғалімдер, тәрбиешілер, сынып жетекшілері. Төртінші деңгей – оқушылар, сынып және жалпы мектеп оқушыларының өзін-өзі басқару органы. Бұл деңгейдің бөлінуі мұғалімдер мен оқушылардың арасындағы қатынастардың субъектілік сипатын көрсетеді. Оқушы өзара әсерлесу объектісі болып отырып өзінің дамуына субъект рөлін атқара алады. Ал педагогикалық жүйенің функционалдық компоненттері жеке дара өмір сүрмейді. Мұғалім іс-әрекетімен бірлесе жүреді. Функционалдық компоненттер
педагогикалық талдау, мақсат қою және жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау, реттеу мен түзету. Бұл педагогикалық үдерісті қозғалыста өзгерісте сипаттайды. Оны дамыту мен жетілдіру логикасын анықтайды. Жалпы білімдік немесе қалаған басқа да оқу тәрбие мекемелерінің педагогикалық жүйесін төмендегідей жүйешелер бірлігі ретінде қарастыру қабылданған. Дидактикалық. Бұл жүйеше өз ішіне сабақ және сабақтан тыс оқу тәрбие жұмыстарын, міндетті және факультатив дәрістерді, оқу процесін ұйымдастырудың негізгі формасы, сабақтағы оқушы және мұғалімдердің жұмыс орындалу әдістемелерін әрбірін өз алдына жүйе бірліктер ретінде қамтиды. Тәрбиелік. Үлкен жүйе бола тұрып, келесідей сыныптан тыс және мектептен тыс тәрбие жұмыстары, отбасы тәрбиесі, қоғамдық мекемелердегі тәрбие және өзіндік тәрбие жүйешелерінен құралады. Оқушылардың қарым-қатынастары және олардың мектептегі өзіндік басқару жүйесі, оның құрамына енетіндер: сыныптағы өзіндік басқарым, әрқилы іс-әрекет бағыттары бойынша кіші жүйешелер. Мектептің әкімшілік жүйесі оқу процесін басқару, тәрбие жұмыстарына жетекшілік, басқа да жұмыс түрлерін алып бару жүйешелерінен құралады. Әкімшілік жүйенің қажеттілігі дидактикалық, тәрбиелік, материалы техникалық жүйешелер мен оқушылардың өзіндік басқару жүйешелерінің басын қосып, үлкен біртұтас жүйелікке келтіру мақсатынан оқушылардың жан-жақты тәрбиесі мен дамуына қатысты міндеттердің шешілуі, яғни жүйенің тиімді жұмыс атқарушы басшы жүйелік бірліктердің іс-әрекеттері бір бағытта орындалып бару шартына байланысты. Тұлға бөлшектеніп қалыптаспайды. Бұл кешенді де әрі педагогикалық жүйелерді басқарудың өзіндік ерекшелігін танытады. Педагогикалық жүйелерді басқарудың негізгі қағидалары. Бірінші, директор және басқа да басшылардың оқу тәрбие процесін нақты басқару қызметтері белгілі принциптерге негізделіп орындалады. Ол принциптер төмендегідей: педагогикалық жүйелер басқарымын демократияландыру және гуманизациялау. Бұл басшылардың, мұғалімдердің, оқушылар мен олардың ата-аналарының өзіндік іс-әрекеттері мен ынтасының дамуына жол ашады. Ал бұлардың орындалуы пікір алмасу және басқару шешімдерінің қабылдануына байланысты жариялықты қажет етеді. Екінші, орталықты басқару мен өзіндік басқарымдарды оңтайлы үйлестіру. Ондай басқару үйлесімдері әкімшілік және қоғамдық органдар басшыларының іс-әрекетін мектептің бүкіл ұжымы мүддесіне орай жүргізуін қамтамасыз етеді. Басқару шешімдерін талқылау және қабылдауды кәсіби деңгейде іске асыруға жағдайлар жасайды. Жүйедегі барша құрылымдық бөлімдерді өз жұмыстарында бірін-бірі қайталаудан құтқарып, әрекеттерін жоғары деңгейге орайластырып баруға мүмкіндік береді. Үшіншісі, жеке басқару және ұжымдасқан жетекшілік бірлігі. Бұл принципті ұстанудағы мақсат біртұтас педагогикалық процесті басқару барысында субъективизм мен әміршілдікке жол бермеу. Ұжымдасқан жетекшілік сонымен бірге тапсырылған іске деген ұжым мүшелерінің әрбірінің жеке жауапкершілігін жоққа шығармайды. Ал жеке басқару тәртіп және жөн-жосақ қамтамасыз етіп, педагогикалық процесс қатысушыларының өз өкілеттіліктерін нақты шектеп, ретімен орындап жүруін қадағалайды. Педагогикалық жүйелерді басқарудағы шынайылық және ақпарат молдығы басқару аппаратының әрқилы белгілеріне қарай шектеуге болады. Уақыты бойынша күнделікті, ай сайынғы, 90-дық, жылдық басқару қызметі бойынша талдауға орай бағалы құрастырушылық. Ғаламтордан қосымша пайдаланған суреттер мен сайттар және материалдар. Үй тапсырмасы. Сонымен қатар оқуға ұсынылған оқулықтар мен еңбектер.